Тәуіржан өзінің соңғы және нақты шешімін айтты. Өкінішке орай анамның қысымы қатты болды. Шыдай алмадым. Тек мен емес, Айгүл және оның түк күнәлары жоқ ұлдарына да тыныштық бермеді. Екеуміздің бір болуымызға тек анам ғана емес, Айгүлдің екс-күйеуі де қарсылығын көрсетіп қалуда. Тәуіржанға күйеуге шықсаң, балаларыңды тартып аламын деп қоқаң-лоққы жасауда. Мен Айгүлді балаларынан айырып бақытты бола алады деп айта алмаймын. Екеуміз бір болу үшін бүкіл әлем қарсы тұрғандай. Байқасаңыздар, айға жақындап қалды Бали елінде жүргенімізге. Құлағымыздың тыныштығын ойлап, екеуміз қашып кеттік. Бірақ Айгүл балаларынсыз өте бақытсыз. Сол үшін де амал жоқтан елге қайтамыз. Елге қайтсақ, екеуміз екі жаққа кететініміз анық. Осы жасқа келіп түсінгенім, шын махаббат қосылмайды екен. Айгүлді қанша жақсы көріп, сүйіп тұрсам да, екеуміздің жолымыз екі айырылды. Айгүл, мәңгілікке сен менің жүрегімде қаласың. Сіздер әлі де сенбейтін шығарсыздар. Екеуің хайп үшін бірге болдыңдар, қайтадан ажырасып жатырсыңдар деп. Жоқ, біз шынымен де өз махаббатымыз үшін күрестік. Бірақ өкінішке орай жақсылықпен аяқталмады. Рахмет саған, Айгүл. Қаншама тәтті естеліктерің үшін, бірге өткізген күндерім үшін алғысым саған шексіз. Психологтар бәрі. Не дейсіз? Çok ara adam degенге детский травма деген не ол? Несін маған мені қалай сабайтын? Вот детский травма менде. Анандай клеонмен деген таяқ жеттім ғой, мынандай клеонмен. Көк қойдай қылып соғатын. Қалай? Жоқ, енді детский травма деген не ол енді детский травма? Детский травма вот бізде болу керек. Біз қалай выжили, не знаю. Вот видите, біз неге проработка істейміз? Потому что вот сіздер обиданың бәрін бізге шаштыңыздар да, біз енді проработка істеп, балаларымызға шашпаймыз енді. Мен балаларыма немен шашып дейді. Мен мамама рахмет айтамын. Бізді осылай еңбекқор қылып сөйтіп өсіргенінше, үшеуміз де әйбат өстік. Таяқ жеп өстік, өстік. Бека мен сендер сөйтіп соғайыншы. Мен соққанда. Просто зумерлар мен миллениалдар, кажется, бұндай тәрбиені көтере алмайтын сияқты, иә, зумерлар? Шын мен мынандай таяқтан соғады, мынандай клеон. Шын мен мынандай таяқтан соғады, мынандай клеон бар, мынандай клеон. Сынғанша соғатын ғой. Бір күні арқам деген көк күнде синяк дейді ғой, скрою дейді. Сондай болған. Қазір ондай болсашы, баяғыда уже родительский прах решили бы. Сіз көрдіңіз ба, мама? Сіз обидамен айтып отырсыз әлі. Мен мынандай клеонмен соғатын деп, обидамен. Голосе обида жоқ. Мамам жақсы көретін де, өмір бақи жақсы көріп өттім. Мамам сағынып жүрген. Біз де жақсы көреміз ғой? Иә, сендер көрмесе болсыңдар. Ойба. Съемкамыз қылыс болып кетпесін мына жерде. Өшірек сразу. Короче, таңғы сағат 7:45 кетті. Біз Талдықорғанға шықтық. Бір видео үшін, 1 минуттық видео үшін. Бірақ ана того стоит. Баяғыдан бері түсіргім келіп жүрген сол нәрсені. И прям пазл складывать етіп, идеялар келіп, короче, полный видео прям көзіме келді. И соны түсірек шештік. Менің күйеуім всегда поддержка. Видеоға түсет, бірақ сөйлемейді. Сол жол болсын бізге бұйырса. Бере алмаймын дейм ба? Бере алмаймын. Қызын сұрабайық десек. Мама мен просто вот актерларындай нанимать не надо бар ғой. Мама бір дубльден түсіп береді ғой. Мама маған бір кішкене қысылмайтыныңды маған берші кішкене, мен ата жаман ұялсақтын ше. Мама вообще ят деген сөздің о әрпі жоқ қой. Жоқ қой. Аяғда жауып кеткен. Жонушка бар, мына жақта доча бар. В общем, турецкий кафеге келдік. Ресторанға, точнее. Тамақтануға айтып бүйтіп, жұмыстарымызды бітіріп, жылынып, шай ішіп. Сол, күндеріңіз сәтті өтсін. Аман болыңыздар. Дочамыз ұйықтап жатыр. Осындай турецкий кухняға келдік. Тамақтануға. Мына жерде дрон ұшырайын деп жатыр. Дрон вроде ұшыруға болады.
түнгі локацияға келдік. Негізі күндіз мына жерде қатты бір күшті деп айта алмаймын. Түнде прям күшті ғой. Түнгі 6-дан, кешкі 6-дан бастап түнгі 12-ге дейін прям четко мына жер. Süt ayvan ба? Айтпа. Аллах жағдайыңыз дұрыстамайды. Қандай қиындығыңыз бар? Бірінші өзіңнен баста деп тұр сізге Аллах. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи баракату. Қалдарыңыз қалай? Барлығы жақсы ма? Демалыс күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Аллахтың қалауымен бүгін кешкі сағат 8:00-де сабақ болады. Дайынсыздар ма? Бізде қазір сағат 10 болды, иә? Кешкі 7-ге дейін бізде қанша сағат бар? Почти 10 сағат уақытыңыз бар. Осы жолы сабақтан қалып кеткен жандар бұдан кейін бұндай мүмкіндік берілмейді. Өмірлеріңізді өзгерту ол өздеріңіздің қолдарыңызда. Қалай жүректі тазалау керек? Мына жүрекке қалай тыныштықты береміз? Шынайы бақытты өмір сүру деген қандай болады өзі? Әйел бақытты деген қандай болады? Кеше мен пост салған кезде үйде отырған әйел ең мықты әйел, үйде отырған әйел ең бақытты әйел дегенде, ой, үйде отырған әйел қандай бақытты ол дедіңіз ғой. Соның барлығын мен эфирде айтатын боламын. Үй үшін үйде отырып ол бақытты бола алады. Қалай ол бақытты бола алады? Барлығына эфирде жауап беретін боламын. Көп нәрседен хабар жоқ әйелдер көп екен, шынымен де. Сол себепті бүгінгі эфирға келсеңіздер, Алла қаласа 21 күн бойы менімен бірге боласыздар. Өте жеңіл түрде, қиындықсыз мен жеткізетін боламын. Сізде 10 сағат қана уақыт бар. Кешкі сағат 8-де бізде эфир басталады. Өміріңізді дәл қазірден бастаңыз. Өзіңіз өзгертпейінше, Аллах жағдайыңыз дұрыстамайды. Қандай қиындығыңыз бар? Бірінші өзіңнен баста деп тұр сізге Аллах. Өзіңнен баста, одан кейін барып мен сенің халіңді өзгертіп беремін де құлым дейді. Сол себепті айналадан бастамай қойыңыз. Өзіңізден бастаңыз, қалған Аллах реттейді. Мен тек себепкермін. Ссылкаға өтіңіз да талмышын шайыңызды алу арқылы сабаққа жазылып үлгеріңіз. Кеше ғой, короче, домның сыртқы есігін аша алмай тұрмын ғой. Сөйтіп Аллахқа айтам ғой, я Раббым, есікті ашып берші деймін ғой. 7 рет па айтам ше. Ешкімнен үміт етпеймін ғой. Бір кезде бір адам келіп тұр ғой, кілтін ұстап. Кіріп кетіңіздер ше. Кез келген ситуация ғой. Бір нәрсе что-то керек па? Сразу уже, я Раббым, это хочу. Берші маған, Аллахым. Қатты қалап тұрмын. Өткен ол қалауды салған кім? Ол қалауды салған сен ғой, Аллахым. Осылай, каждый ситуацияда не істейміз? Аллахпен байланыстырып қоямыз. Жаңа шулап атқан ғой, Раббым қой деп айтшы деп айтып қойдым. Қырғызстан, Россия және де Өзбекстандағы оқырмандарым, сіздер сабаққа қатыса аласыздар. Талмысынды алмасаңыздар да, доллармен есептегенде $29 болады. Қазір сіздерге ссылка тастап кетеміз. Сол ссылкаға кіру арқылы астында реквизит тұрады. Реквизитқа сіздер төлем жасай аласыздар.